Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Қарбыздың қабығын малға беруге асықпаңыз. Егер осылай демделген сусынды бір ай бойы күніне 3 мезгілден шай орнына ішсеңіз, теріңіз жасарып, әжімдеріңіздің орны жоғала бастайды. Қарбыз құрамында басқа жеміс-жидектерге қарағанда молынан кездесетін фолий қышқылымен мәлім. Сонымен қатар, қарбыз клетчатка және дәрумендерге бай өнім саналады. Бұдан бөлек, қарбыз теріні ылғалдандыратын және нәрлендіретін қасиетке ие. Құрғақ тері үшін бір дана жұмыртқаның сарыуызын бір ас қасық балғын қарбыздың шырынымен араластырып, бетіңізге жағыңыз. Мұны 20 минут бойы ұстаған соң салқын сумен шайып тастаңыз. Жарты стакан қарбыз шырынын бірдей мөлшердегі сүтпен араластырыңыз. Соңынан таза дәкені алып қоспаға батырып алыңыз да 15-20 минутқа бетіңізге қойыңыз. Дәке құрғай бастаса, қоспаға тағы да малып алып бетіңізге қоя беріңіз. Майлы тері үшін бір дана жұмыртқаның ақуызын жақсылап көпіртіп алыңыз да бір ас қасық майсыздандырылған қаймаққа араластырыңыз. Бір текті массаға айналуы керек. Дайын болған масканы бетіңізге жағып 20 минутқа қалдырыңыз. Бұл масканы қаймақсыз да қолдануға болады. Қалыпты тері үшін 2 шай қасық қарбыз етін, 1 шай қасық бал мен 1 шай қасық қаймақ қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған масканы бетіңізге жағып, 15 минуттан соң жуып тастаңыз. Әжімге қарсы үккіштен өткізілген азғантай мөлшердегі қарбызды бетіңізге жағып, 15-20 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткеннен соң жуып тастауыңызға болады. Бұл маска теріңізді жасартуға қабілетті, керемет нәтиже береді. Қарбыздың қабығы да қажетіңізге жарайды. Ол үшін 2 ас қасық ұсақталып туралған қарбыздың қабығына 1 стакан қайнаған су құйып, 30 минуттай бұқтырып қойыңыз. Егер осылай демделген сусынды бір ай бойы күніне 3 мезгілден шай орнына ішсеңіз, теріңіз жасарып, әжімдеріңіздің орны жоғала бастайды. Ағартатын лосьон. Егер бетіңізде түрлі әсерлерден пайда болған пигментті дақтар бар болса, немесе жүзіңіздің аппақ болғанын қаласаңыз, қарбыз бен қиярдың шырынын теңдей мөлшерде алып араластырыңыз. Дайын болған лосьонмен күн сайын таңертең және жатар орынға бетіңізді сүртіңіз. Есіңізде болсын, осындай маскаларды дайындау үшін қарбыздың мейлінше табиғи өскенін таңдаңыз. Яғни, әртүрлі химикаттар мен дәрімен өспеген қарбыз нәтиже береді. Керек кеңес қажетіңізге жарасын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға көп рахмет.